Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі тақырып алғашқы кездесуде жігіт неге назар аударады. Қандай жағдай болмасын, тым қатты боянбаңыз. Талғамсыз макияж жасап, кемір қосақ болғанша мүлдем боянбаған дұрыс. Қымбатты қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға. Ең жақсы макияж сіздің шынайы келбетіңіз. Алғашқы кездесуге қызға не киген жөн? Егер қысқа етек киіп келсе, әрине жігіт онымен ойнай бастайды. Себебі азғыртып жатқан жігіт емес қой. Егер де джинси немесе стильді шалбар киіп келсе, әңгіме дүкен құрып қызды сындырудың амал тәсілдерін қарастыра бастайды. Егер кездесуге киіп келген етегі тобығына дейін болса, онымен жай ғана дос ретінде сөйлесуге тырысады. Дегенмен, ең бастысы киген киімі оның нәзіктілігін айқындап тұруы керек. Бұл жағдайда бірінші ұпай қыздың қанжығасында. Жігіттің кездесу барысында естігісі келмейтін сандырақтар немесе қыздың алғашқы кездесуде өзін қалай ұстағаны дұрыс. Жігітке қандай дүкен аралағаны жайлы, қандай иіс су сатып алғаны туралы, немесе ол әлі танымайтын туысқандарымен кеше қандай пицца жегендері сияқты түкке тұрмайтын бос қыздарский сандырақ әңгімелер айтудың мүлдем қажеті жоқ. Керек десең, қыздың туысқандарымен жігіттің танысуға ниеті бар ма, жоқ па, оны мүлдем қызықтырмайды да. Жігіттің материалды жағдайы туралы, отбасының мүмкіншіліктері жайлы тергеу жасау қажет емес. Себебі мұндай қылықтар бірден жиіркенішті тудырады. Ұсқынсыз болса да, байдың баласын өз торына түсірмек болғаны және жігітті тек сол жағдайына қарай таңдайтыны туралы ой қалыптасады. Жаргон, сленг секілді жағымсыз сөздерді қолданбау, қымбат мейрамханаларға баруды меңзеудің қажеті жоқ. Жігіттің көңілінен шықсаң, өзі-ақ ұсыныс жасайды. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады дегенде аса мақтана берудің жөні жоқ. Экс жігітіңмен болған қарым-қатынас жайлы ешқашан әңгіме қозғама. Егер сен эрудициялы адам болсаң, оны бірден көрсетудің қажеті жоқ. Жігіттер ақылды қыздардан қорқады. Бірінші кездесуде жақсы әсер қалдыру үшін қыз не істеу керек? Сыпайы болу, жақсы тәрбие алғанын көрсету, өз болмысыңды көрсет, ешкімге еліктеудің қажеті жоқ. Кездесуде не туралы әңгімелесуге болады? Университет жайлы, болашақ мамандығы, жұмысы туралы, кино мен шоу бизнестегі жаңалықтар жайлы сөз қозғауға болады. Егер де қыз жігітке өте қатты ұнаса, жоғарыға айтылғанның барлығы бос сөз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Қазақша каналға жазуды ұмытпаңыз.